Мағжан Жұмабаев Шолпанның күнәсі. Әңгіменің соңы. Талай түндерде мынау түйінді шешу үшін қасіретпен сарғайған Шолпан талай ой теңізіне кірсе де ой түбіне жете алмады. Мынау жанды жеген жұмбаққа ортасында екі оттың мені тәңірім қор еттің деп зарлаудан басқа жауап таба алмады. Сәрсенбаймен екі ара шиеленіскеннен шиеленісе берді. Екі жанның арасы алыстағаннан алыстай берді. Бірақ дүниеде адам таппаған жұмбақты заман таппақ. Адам құрығынан құтылғанмен заман құрығынан құтылып кететін еш нәрсе жоқ. Сәрсенбай мен Шолпан арасындағы мынау түйінді де ұзатпай заман өзі шешіп берді. Сентябрь жұлдызының соңғы күндері. Ауыл қыстаудың ғана алдында отыр. Салқын түн. Түсі суық сұр бұлттар аспанда бір-бірімен жарысып бара жатыр. Жердің бетін аппақ кебіндей болып боз қырау жапқан. Арба астында байлаулы жатқан бұзаулар тоңып, анда-санда мө-мө дейді. Олардың жандарында қарны кебежедей болып жатқан сиырлар еш нәрсені елең қылмай пыс-пыс етеді. Сәрсенбай бүгін таңертең ғана қалаға мал айдап кеткен. Отауда төсек ағаш үстіне шыт көрпеге оранып Шолпан жатыр. Оның қойнында ерке баладай көлденеңдеп жатқан Әзімбай қор-қор етеді. Шолпан да ұйқыда. Арбаның тысырлағанындай бір дауыс. Шолпан селк етіп оянып кетті. Сүйкеніп жатқан сиыр ме екен? Жоқ. Арбалы. Әзімбай, деді Әзімбай. Шолпан тағы Әзімбай деп бір рет айтты да сөздің пайдасы екенін біліп Әзімбайдың санын шымшып келіп алды. Ой, сені жын соқып кетті ме? Ойбай, масқара болдық, бір арба келе жатыр. Тұршы, кетші. Жақсағаң болмаса игі еді. Мынау есінен адасқан шығар. Ол ұшып келе ме? Ойбай, тұр деймін, тұр, әне келіп қалды. Әзімбай жылжып шығып үйдің артына қарай жүре бергенде есік артында Сәрсенбай арбадан түсіп жатыр еді. Бұл кім әй, деді Сәрсенбай. Мен деген жауап орнына қыстау желкесіндегі шілікке қарай жүгіріп бара жатқан Әзімбайды көрді. Сәрсенбай атты доғармастан үйге кіріп, үстіндегі қаптал күпіні жұлып тастай беріп, қолындағы құнтпен төсек ағаш үстіне жатқан Шолпанды шықпырта бастады. Көзін қан жауып кетті. Еш нәрсені көрмеді, еш нәрсені ойлай алмады. Ақылын ашу биледі, қолын құнт биледі. Шып көрпенің астына жатқан Шолпанда тірлік белгісі жоқ. Өлген адамдай сұлық жатыр. Шолпанның бұлай жатуы Сәрсенбайдың зығырданын тіпті қайнатты. Әхе, иттің баласы, деп Сәрсенбай қолындағы құнтты лақтырып жіберіп, шыт көрпені жұлып тастап, көзінен жасы бұршақтап жатқан Шолпанны қолынан сүйреп, төсек ағаштан жерге түсірді де тепкілей бастады. Шолпанда ләм-мим деген бір сөз жоқ. Жеңіменен көзін сүрте береді. Басы тепкіленді, қабырғасы тепкіленді. Үн жоқ. Етіктің өкшесі өкпеге тиген кезде ах дейді Шолпан. Тағы үн жоқ. Өкше ішке тиді. Шолпан алақанымен ішін басып, бала, деді. Мынау сөз Сәрсенбайды құтырған қасқырдан бетер құтыртты. Иттің ғана баласы. Мен сенен бала сұрадым ба? Мен саған ойнар жасап бала тауып бер дедім бе? Сен иттің адал ісімді арамдап жүргеніне жарты жыл болды ғой. Шығармады бысыңды. Өлтірем мен сен итті. Өлтірем. Күнде күйгенше, бірақ күйейін. Өл, ит, өл. Сәрсенбай мынау сөздерді айқайлап айтқандықтан ауылдың бәрі оянып қалып еді. Алдымен үлкен үйден жаман күпісін жамылып сүйретіліп, Сәрсенбайдың кәрі шешесі келді. Оның артынан іле-шала, жалаңаш етіне байының ескі жеңсізін киген, жыртық ішкі киімінен тізесі жылтырап, көрші Бадырақтың қатыны келді. Екеуі де есіктен ойбай сала кірді. Ойбай-ау, кісі өлтіресің бе, ойбай, ақылыңмен іс қылсайшы. Ақылдарың өзіңе, жұмыстарың болмасын. Өлтірем бұл итті, өлтірем. Бір мен қатын арашаламақшы болды.
айласты, елбелеңдесті. Біреуі қолмен қағылып кетті, біреуі аяқпен соғылып кетті. Болмады. Беті қып-қу, көзі қып-қызыл болған Сәрсенбай тепкілеуден тоқтаған жоқ. Шолпанда тірлік белгісі жоқ. Бір кәлима сөз жоқ. Дем де алмайтын сықылды. Әлде талып жатыр, әлде бір жола өліп қалды. Екі қатын өздеріне еш қайрат болмайтынына көздері жеткен соң ауылды жимақшы болды. Бадырақтың қатыны есік алдына шығып, ойбай-ау, ойбай, өліп қалдыңдар ма, келсеңдерші, мұнда кісі өліп жатыр, деп ойбай салды. Өздері үрпейсіп отырған ауыл мына ойбайды естіген соң үйлерінен жүгіре шықты. Кимешегін қисық киіп, аяғына кебіс іле салып шыққан қатын, қақырын түкірініп, елді басына көтерген отағасылар, мәсісін қоңыл таяқ киген, өзінен өзі ұялатын келіншектер, кең қоныш етік, кең қолтық қаптал киіп, дамбалының ауыл салақтап, семіз болмаса да семіз адамдай талтаң-талтаң басатын жаңа атқа мініп келе жатқан кісімшіктер. Сыраған ақ сұр бешпентін киіп, қолына асасын алып, зекет жиып жүріп бір үйде қонып жатқан Темір қожа да келіп қалды. Ауылдың жиылуын күтпей-ақ Бадырақтың қатынының ойбайы шыққан соң Сәрсенбай ұрудан өзі-ақ тоқтап еді. Шолпанда тірлік әсері жоқ, сұлық жатыр. Үстіндегі көйлек пара-пара, денесі, беті, басы бәрі қан. Аузынан да, мұрнынан да қан кетіп жатыр. Сәрсенбай төсек ағаштың үстіне шығып отырды. Ой жоқ, ес жоқ, сөз жоқ, тіл жоқ. Оның өзі де талықсыған сықылды еді. Есіктен халық ағылып кіріп жатыр. Мына шіркін есінен адасқан шығар, деді біреуі. Ойбай, бетім-ау, өліп қалған жоқ па, деді екіншісі. Өлсе өлсін, қар неме, деді үшіншісі. Азан-қазан, абыр-сабыр. Темір қожа Шолпанның білегін ұстады да, су бүркіңдер, деді. Біреу алып келіп су бүрікті. Әлдене уақытта Шолпан дем алып, болар болмас, Алла, деді. Алладан садаға кет, иттің баласы, деді Сәрсенбай. Сәрсенжан, шырағым, сабыр қыл, әйел ұрмайтын ер болмайды. Бірақ тақсыр, сіз бұл араға кірмеңіз. Өлсін ол ит, өлсін. Сәрсенжан, ақылыңа қайт, кісі өлтіру. Әйтеуір ол маған қатын болмайды. Талақ болсын, талақ, талақ. Сәрсен, ашу дұшпан, ақыл дос, сабыр қыл. Пәлен жыл еш шай деспеген қосақтан айырылу оңай емес. Заты адал, ас арамға айналса, қайтадан адалдап алу шариғатта да бар нәрсе. Мысалы, әйелдің олай-бұлай оғаш мінезі білінсе, оны шешіндіріп, төбесінен 40 шелек суық су құю керек дейді шариғат. Қожаның аузынан мына сөз шығар-шықпастан-ақ 5-6 қатын жаңа есін жинап келе жатқан Шолпанды сүйрелеп ала да жөнелді. Сентябрьдің салқын түнінде қараңғы шорам үйде 5-6 қатын тырдай жалаңаш шешіндіріп сүйемелеп ұстап тұрғанда Шолпанның шала шарпы есі бар еді. Бір қатын тістеніп келіп, үлкен темір шелекпен мұздай суық суды Шолпанның басына құя салды. Үн шығармады, бірақ селк ете түсті Шолпан. Тап сол секундта Шолпанның миында біткен өмірі нажағайдың отындай жарқ етіп өтті. Жаңа шолпы тағып, сол шолпыны әдейі сылдырлату үшін жүкті әдейі қайта-қайта бұзып жиғаны, апасынан жалынып сұрап қыз ойнаққа барулары, Сәрсенбайдың босаға аттағалы келгені, бірінші түн. Үшкірген қожаның бұқа көзі, Әзімбайдың қара мұрты, тістенген қатын күбірлей-күбірлей екінші шелек суды құйып жіберді. Шолпан болар болмас, Алла, деді. Қара бетпақ, саған Алла не керек, деді бір қатын. Ештеңе етпес, қарағым, жастықта, Құдай таупық берсін, деді екінші біреуі. Шолпанда басқа сөз болған жоқ, ой да жоқ еді. Денедегі қанның мұзға айналуымен
ой да күңгірт тартты, сөнді. Шолпан көзін жұма берді. 3-ші, 4-ші, 5-ші шелек. Біразға дейін суық суды құйып жібергенде дене селк етіп кеткендей болып тұрды. Біраздан соң ол да бітті. Ертеңнен түс кезінде Шолпан күшпенен көзін ашып сыбырлап, «Балам қайда? Әлгі неге келіп бір көріп шықпайды?» деді де, көрпенің бұрышын құшақтағандай болып, ерні беу-беу дегенде қимылдап, сұлық болып, тағы талып кетті. Күнмен таласа, Шолпан да өмірмен қоштасты.